Қытай ұзақ тарихи жолдан өтті. Қорлықтан, кедейліктен әлемнің ең ірі экономикалық мықты еліне айнала білді. Ол қағаздың, оқ-дәрінің, фосфордың, компастың және басқа да көптеген маңызды өнертапыстардың отаны. Бұл заттарсыз әлем дамуы біразға шегерер еді. Бірақ сіз оның тарихына көбірек үңілген сайын, ол біртүрлі ерекше және қорқынышты болып көріне бастайды. Бүгін біз Қытайға аттанамыз. Айтқандай, бұл таныс емес дауыс кімнің дауысы деген сұрақ туындаған шығар. Микрофонда мен Нурик. Нурик Бурик YouTube арнасының авторы. Шакамура қайда кетті деп уайымдамаңыздар. Ол бүгін менің арнамда қонақта. Осы видеомен бірдей уақытта менің арнамда Шакамураның орындауымен қорқынышты хоррор фильмге шолу шықты. Осы бейне жазба аяқталған соң Нурик Бурик арнасына кіріп, сол кино шолуды қарап, менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше көп созбай бастайық. Әрине, Қытай орасан зор қуатты мемлекет, бірақ сонымен бірге оның бүкіл әлем білмейтін өз ерекшеліктері мен заңдары бар. Мысалы, ол жақта өзіңіздің орныңызға түрмеге отырып беретін қосарланған адамдарды жалдау мүмкіндігі бар. Мұнда кез келген жалғызбасты жігіт өзіне әдемі қызды жалға алады. Сондай-ақ тірі кезде ғана емес, өлгеннен кейін де қыздарды қажетіңізге пайдалануға болады екен. Бірақ мен бұл туралы сәл кейінірек айтамын. Осы арада бас бостандығынан айырылған адамның орнына отырып беретін адамдар мәселесін талқылаудан бастайық. Орталық Қытайдағы полиция жүргізетін статистикаға сәйкес, бұл тәжірибе кең таралмаған, бірақ бұл сирек емес. Бұл тақырып 2009 жылы кенеттен осындай бірнеше адам басқа біреудің орнына түрмеде отырғандары мәлім болған кезде атақты болды. Мысалы, адам өліміне әкелген жазатайым оқиғаға кінәлі болған аурухана директоры түрмеге өзінің қызметкерінің әкесін ақша беру арқылы отырғызды. Тағы бір жолы мотоциклге отырып апатқа ұшыраған адам бар болғаны $8,000 егізін тауып алып, өзінің орнына түрмеге 267 күнге аттандырады. Ал сіз $8,000 үшін бір жыл бас бостандығыңыздан айырылуға келісер ме едіңіз? Біздің күндерімізде бұл тәжірибе тіпті динзи деген атау алды. Дин сөзі ауыстыру дегенді білдіреді, ал зей қылмыс. Бұл сөз жақында шыққанымен, тарихта осындай оқиғалар кездеспеген дегенді білдірмейді. Динзи 19 ғасырда бастау алды. Дәл осы ғасырда тұтқындарды ауыстырудың алғашқы жағдайлары байқалған. Қытайлықтар ақша үшін түрмеге отыруға ғана емес, тіпті өлім жазасына кесілуге де дайын. Мұндай жағдайларда кездескен. Мысалы, бай адам өзінің орнына дарға асылуға кедей адамға ұсыныс жасайды. Кедей келісіп бұйрықты орындайды, ал оның әйелі мен бала шағасы қыруар ақшаға кенеледі. Бір қызығы, полиция бұл туралы біледі, бірақ олардың бұл тұста өз көзқарастары бар. Өлімнен сытылып шыққан бай адам өмірлік сабақ алады деп есептеледі. Мұндай соңғы жағдай қытайлық әйел Гу Кайлайдың ісі болды. Ол ақша үшін өз орнына өлім жазасына баруға дайын әйелді жалдады. Дегенмен, бұл оқиғаға қарап, мұндағы қыздардың ер адамдармен бірдей құқығы бар деп ойлауға асықпаңыз. Қытайда қыздар ең аз құрметке ие. Мысалы, оларды кейбір жалғызбасты ер адамдар оңай жалға алады. Жолдасы жүрген жігіттер туыстарының қысымына ұшырайды. Неге әлі отбасын құрмағансың, жүгірмек деген сыңайлы жағымсыз әңгімелерді болдырмас үшін жігіттер өздеріне біраз уақытқа серіктес жалдайды. Айтпақшы, дәл осы серіктестерге қойылатын талаптар әртүрлі болуы мүмкін. Кейде жалдаушы қыз тек массаж жасап, мақшуан ойнап, әңгімені жалғастырып қана қоймай, сонымен бірге белгілі бір білім бар және дайындалған адамға ұқсай алуы керек. Талапқа сай құнында қымбаттайды, ал жыныстық жақындық әдетте міндеттемелерге кірмейді. Жалпы мұндай қызметтер бастапқыда үйден тыс жерде жұмыс істейтін жалғызбасты еркектерге арналған жалғыздықты жеңу әдісі ретінде ойластырылған. Өтірік қыз жалдағанша бір қызбен неге жұбын жалғастырмайды деген сұрақ туындаған шығар. Жұмысбасты қытайлықтар уақыт тапшылығының мәселесінен бөлек тағы бір жағдайға тап болып отыр. Кезіндегі бір отбасы бір бала саясатының салдарынан әйелдер мен ерлер арасындағы теңдік шайқалды. Барлық отбасы ұл қалап, қыз туылатынын білсе алдырт тастайтын болған. Сондықтан қазір Қытайда 15 пен 29 жас арасындағы әрбір 100 әйелге 280 ер адам болып тұр. Осымен Қытайда сізді таңғалдыратын ештеңе қалмады деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Бұл елде қызды жалға алудан бөлек, о дүниелік болып кеткен жігіттерге жар іздейді деп кім ойлаған? Қызықты ма? Қазір бәрін түсіндіріп беремін. Бұл Минхуи жерлеу салты деп аталады. Оның мәні қытайлықтардың сенімінде жатыр. Егер ер адам үйленбей өмірден өтсе, немесе оның жесір әйелі екінші рет тұрмысқа шықса, марқұм о дүниеде жалықпас үшін оған қыз іздеу керек. Қалыңдық іздеу үшін әрине жігіттің туыстары кіріседі. Ең бастысы қалыңдықтың да о дүниелік болуы қажет. Мерт болған қызын тұрмысқа беруге келіскен ата-ананы тапқаннан кейін, қыздың көмілетін жері қазылып, мәйіті жігіттің жанына жерленеді. Ал қуанышқа кенелген екі жақтың ата-анасы, яғни құдалар, толыққанды той жасайды. Бұл ретте шақырылғандардың барлығы Қытайда қайғы түсі саналатын аяқ киім кию керек. Мұндай рәсімге 1949 жылы заң деңгейінде тыйым салынғанына қарамастан, кейбір ауылдарда қайтыс болғаннан кейінгі үйлену тойлары әлі де өткізілуде. Қалыңдықтың денесінің бағасы $7,000 құрауы мүмкін, ал оларды сату қара базарда ұйымдасқан бизнеске айналды. Өздеріңіз түсініп отырғандай, Қытайда тұратын ер адамдар шынымен бақытты, және оның тағы бір тікелей дәлелін келтірейін.
Метрода орын босаса, этикет ережелері бойынша оған кім отыру керек? Дұрыс, әйел адам отырады. Бірақ Қытайда керісінше, егер ерлі-зайыптылар автобустан түссе, әйелі алдымен түсіп, күйеуі сүрінбес үшін қолын береді. Егер немересі шашаса, қамқор әжесі оны арқасына отырғызып алады. Кейде тіпті 10-11 жастағы жасөспірім балаларды әжелері арқалап бара жатқанын көруге болады. Себебі қытайлықтар үшін бала көктен келген сый. Қыздардың жағдайы керісінше, Қытайда тіпті әтірлердің көбі ер адамдар үшін арнайы жасалған. Бұл жерде ерлердің ессіздігі сонша, қытайлар тіпті бала жұмыртқасы деп аталатын ерекше тағам ойлап тапты. Қызық естіледі, солай емес пе? Алдымен аспаз кәдімгі тауық жұмыртқасын алады. Содан кейін жыныстық жетілмеген ұлдардың зәріне тауық жұмыртқасын қайнатады. Айтпақшы, ондай зәрді мектептерден жинайды. Бұл үшін арнайы шелектер де бар. Осылайша біраз уақыт қайнаған жұмыртқаны шығарып, сыртындағы қабыршақты жарып, қайтадан зәр толған ыдысқа салып, қайнатуды жалғастырады. Бұл процесс әдетте бір күнге созылады. Содан кейін тұзды дәмді тағам жеуге дайын болып саналады. Астарыңыз дәмді болсын. Тағы жұмыртқадан жасалатын ерекше бір ұсқынсыз тағам бар. Ғасыр жұмыртқалары. Қытай тілінде бидан деп аталатын 100 жылдық немесе 1000 жылдық жұмыртқалар Қытай асханасында танымал тағам болып табылады. Бұл арнайы қоспада, ауасыз құтыда бірнеше ай бойы сақталған жұмыртқа. Осылай сақталған жұмыртқа қап-қара түске боялып, жеуге келмейтіндей өзгереді. Бұл тағамнан туристер былай тұрсын, тіпті кейбір қытайлықтар да жиіркенеді. Сондай-ақ бұл тағамның иісі мен дәмін елестетіңіз. 100 жылдық жұмыртқалардың қайталанбас дәмі бар. Көбінесе олар сарымсақ, бұрыш, пияз, соя соусы және күнжіт майымен бірге кесілген түрде беріледі. Кейде олар сорпаға да қосылады. Бұл тағамның пайда болу тарихымен байланысты көптеген аңыздар бар. Алғаш рет 100 жылдық жұмыртқалар 1504 жылы трактатта айтылған деп саналады. Алайда олар Қытайда ерекше танымалдылыққа, Мао Цзэдунның билікке келуімен ие болды. Тағы бір жұмыртқадан жасалатын тағам Маодан, яғни қауырсынды жұмыртқа деп аталады. Ол қазір Филиппиннің ұлттық тағамы болып саналады, бірақ бастапқыда Қытай аумағында кең тараған. 2007 жылғы зерттеуге сәйкес, қытайлық саудагерлер мен мигранттар 17 ғасырда Филиппинге жартылай дамыған үйрек жұмыртқасын жеу дәстүрін әкелген. Маодан, бұл ішінде дамыған балапаны бар тауық немесе үйрек жұмыртқасы. Жұмыртқаны қайнатып жемес бұрын 14-21 күн бойы инкубаторда сақтайды. Содан кейін жартылай дамыған балапаны бар жұмыртқаны қайнаған суда шамамен 25 минут қайнатып, жылы күйінде жейді. Қытайдағы көптеген базарларда кездесетін танымал көше тағамы. Жартылай дамыған ұрықты жеу жиіркенішті болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл тағам Қытайда деликатес болып саналады. Оның дәмі еш нәрсемен салыстыруға келмейді деп сипаттама береді. Ал кейбір жұмыртқаларда жеуге жарамды сүйектер мен қауырсындар бар. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, Маоданды тұтынған адам күшті болады. Енді жұмыртқаны шетке ысырып, Қытай қыздары жайлы деректермен танысып өтейік. Кезінде бұл елдің қыздары жас кезінен бастап саусақтарын майыстырып, тіпті кейде сындырып, аяқтарын матамен қысып байлайтын болған. Бұл кезең аяқталғанда, қыздар апта сайын кішірек аяқ киім киетін болады. Бұл қорқынышты іс-әрекеттер қыздың 10 жасында ұзындығы 10 см-ден аспайтын лотос табан деп аталатын аяқтың иесі болуына әкеледі. Не үшін бұлай жасаған дейсіздер ғой? Себебі бұрын Қытайда кішкентай аяқ сұлулық пен ақсүйектердің белгісі болған. Сондай-ақ бүкіл отбасының мақтанышы. Бұндай аяқпен жүру және ауыр жұмыс істеу қиын. Сол себепті әдетте бұл әрекетке тек байдың қыздары барған, ал қарапайым аяқ иелері шаруа адамның отбасынан шыққан кедейлер деп саналған. Сонымен, сіз әлі де Қытайға барғыңыз келе ме? Ендеше құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Менің орындауымдағы баяндама ұнаған болса, лүпіл басып қойыңыздар. Сондай-ақ менің арнама кіріп, қызықты кинолардың қысқаша шолуларын көріңіздер. Арнама жазылсаңыздар қуанышты болар едім. Ал сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі қызықты бейнелерде кездескенше, қош сау болыңыздар.